Біз әрмен қарай ұбт-ға дайындығымызды жалғастырамыз. Соңғы тақырыбымыз, жалпы келіп жеткен тақырыбымыз кестелермен жұмыс. Кестелермен жұмыс істеу үшін бізге қажетті программа бұл Microsoft Excel еді. Сонымен жалғастырайық. Excel программасының кестелердің не үшін пайдаланатынын біз айттық. Кесте дегеніміз ол мәліметтерді ұсыну тәсілі дедік. Яғни қандай да бір мәліметті мысалға қарастырайық. Қазір сендердің экрандарыңда Word бағдарламасында жазылған тексттік мәтінді көріп отырмыз. Америкалықтарда 1990 жылдары CID бағдарламасы іске қосылып, оның ішінде алғаш рет 150 аккаунт тіркелді, әрмен қарай тағысын тағы деген бір ақпараттар, сандар бар. Бұл бір мәліметтің мәтін түрінде ұсынылып тұр бізге. Енді осы мәліметтерді кестеге аударып көрейік. Кестеге аударған кезде біз міне 4 бағаннан 4 жолдан тұратын мынадай кестені көреміз. Енді кестеге назар аударсақ, барлығы түсінікті. CID ақшта 150 аккаунтпен 1990 жылы шыққанын, осылай жеңіл түрде нұсқада мәліметті ұсыну кестенің ұтымдылығы міне осындай. Енді өздеріңде салыстырып көріңдер. Мынадай бір бізде ақпарат бар. Қалай ұсынылған тиімдірек? Мынадай текст түрінде ме, әлде мынадай кесте түрінде ме? Оған қоса тағы да бұл мәліметті біз презентация арқылы әртүрлі суреттерді қойып ұсына аламыз. Ол да бір мәліметтерді ұсынудың бір тәсілі. Ал кесте болғандықтан кестемен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Сонымен Microsoft Excel бағдарламасында енді бізде қазір 4 жол 4 бағаннан жұмыс жасап жатырмыз. Негізінен біздің Excel-дің облысы деп айтайық, өте кең олар. Сендер бағандарында былай жылжытсақ, бізде қазір бағандар мына жерде менде W-дан аяқталып тұр екен. Оң жаққа қарай бассам, тағы да менде қойылуы керек. Міне, көріп отырсыңдар, жаңадан баған қойылды. Y, Z және AA, AB, AC деп әрмен қарай кете береді. Яғни, егер мен тағы да бағанды кеңейтетін болсам, әрмен қарай A алфавитінен кейін BA, BB, BC деп кете береді. Яғни, біздің бұл бағандардың және жолдардың саны бізде шексіздік деп айтады. Шегі өте көп. Енді ол процессордың оперативті жадының мөлшеріне қарай барған жеріне дейін барады. Міне осындай бір қызықты ақпарат. Енді кестелермен жұмыс жасаған кезде біз өткен сабақта шартты форматтауды өттік. Шартты форматтауда енді не үшін қолданылатын тағы бір еске түсіре кетейік. Мысал ретінде бізде осындай бір үлкен деректер қорында мынадай бір сандар бар. Осы сандарды бірінші алдыменен реттеп алайық. Бұл бірінші сабақ біздіңде, яғни бізде кейбір сандар бүтін, нақты, кейбірлер бүтін болып берілген, кейбір сандарымыз теріс екен. Ол үшін бұл сандардың барлық облысын белгілейміз. Белсенді ұяшық деп айтамыз, ұяшықтар. Осы белсенді ұяшықтардың оң жағына басып, формат ячейкке кіріп, бізге қажетті сандық форматты ондық бөлшегін азайтып, тек қана нақты өзін шығатындай етіп аламыз. Міне, кестеміз өзгерді. Енді шартты форматтауды пайдалана отырып, мысал ретінде бізге осындай үлкен көлемді мәліметтердің ішінен жүздің айналасындағы сандарды оңай табу үшін біз шартты форматтауды пайдаланамыз. Осы жерден шарт қоямыз, между, яғни арасында 100-ге жуық дедік қой, 90 мен 110-ның арасындағы сандарды тек қана қызыл түске немесе заливкімен былай бояп қойсақ болады. Сонда мынадай бір мәлімет ұсынылған кезде, осында кесте ұсынылған кезде біз арасынан шартқа байланысты деректерді, мәліметті оңай табамыз. Міне мына жерде деген секілді, міне шартты форматтау осы үшін пайдаланылады. Әрмен қарай бізде мен байқаған болсаңдар бірнеше мына
астындағы нәрселерді басып отырмын. Бізде бұлар листтар, беттер деп аталады. Яғни Microsoft Excel негізінен бір үлкен кітап. Осы кітаптың әртүрлі беттері бар. Яғни егер осы беттерді біз сәйкесінше толықтыратын болсақ, бұл үлкен деректер қорына айналады. Деректер беттерді қосу үшін мына плюс батырмасы жеткілікті. Кез келген бетті біз оң жағын басу арқылы атын өзгерте аламыз, өшіре аламыз, оны қорғай аламыз, тағы да басқа функцияларды атқара аламыз, егер листтің үстіне оң жағын бассақ. Қазір мен жаңа лист ашайын. Осы жерде бүгінгі сабақтың тақырыбын, осы жерде жаңа сабақты қарастырамыз. Бүгінгі сабақ балалар шарт деп аталады. Яғни біз шарт деген бұл программалауда, алгоритмде жалпы өте маңызды тақырып. Яғни шарт қою арқылы көптеген есептер шешіледі. Енді сол шарт арқылы қазір ұяшықтарды жасап көрейік. Ол үшін, шартты қою үшін біз мына строка формулаға шартты жазамыз. Енді шартты жазу үшін алғашында бізге бір мәліметтер қажет. Мысалға осында 2, 35, 45 деген екі ұяшықта мән болсын. Енді шарт арқылы осы 35 және 45 сандарын тексереміз. Шарт қалай жазылады? Шарт тең болады, если, қазақша айтқанда, егер. Енді осы біздің шарттың қазір астына синтаксисін көріп тұрсыңдар. Если жақшаның ішінде логическое выражение, содан кейін значение, если истина, значение, если ложь деген екі мән болу керек. Яғни біз қазір бірінші шарт қоямыз. Содан кейін сол шарттың жауабы. Яғни мысал ретінде бірден қарастырайық. Сол кезде түсінікті болады. Мысалға 35 деген біздің санымыз B2 деген адресте жазылған. Яғни B2 үлкен болса 20-дан, содан кейін көріп отырсыңдар мына жерде синтаксистің ішінде міне лог выражениеден кейін үтір нүкте тұр. Үтір нүктені қоямын. Менің осы жерде логикалық сұрауым, шартым аяқталады. Сондықтан үтір нүкте. Енді значение, если истина дейді. Егер осы шарт, мына B2 20-дан үлкен болатын шарты орындалса, не деген, қандай, то есть не нәрсе орындалу керек? Үлкен деп жазам. Жалпы сөйлемді, мынадай сөздерді тырнақшаның ішіне жазу дағдысы бар программалауда, Excel'де. Яғни сөйлемді, сөзді қазақша осылай тырнақшаның ішіне жазылады. Сол кезде программа бұның символдар екенін түсінеді. Ал егер тырнақша болмаса, оны ол функция ретінде қабылдайды. Сонымен бұдан кейін де міне көріп отырмыз. Мына жерде егер истина дейді, егер мына шарт орындалса, B2 20-дан үлкен болса, онда ол шындық қой, үлкен ғой, үлкен. Одан кейін үтір нүкте, сосын егер если ложь дейді, егер дұрыс емес болса, онда біз ол кіші болады, қайтадан тырнақша және кіші деп жазамыз. Енді біздің шартымыз аяқталды. Бізге тексеру керек болған 35-тің 20-дан үлкен бекен, немесе кіші екенін тексеру керек болған. Enter'ды басамыз. Сәйкесінше біздің C2 ұяшығымызда үлкен деген жауап шығып тұр. Яғни біздің шартымыз, біздің формуламыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Енді 45 үшін қалай жасаймыз? 45 үшін оны қайтадан терудің қажеті жоқ. Оны астыға қарай түсіре қоямыз. Бұл да үлкен екен. Енді мына есепті тексеріп көру үшін 45 жазған 20-дан үлкен деп жаздық қой. Енді 20-дан кіші екен тексеру үшін 15-ті терек мына формуламызды астыға түсіре қойық. Кіші дейді. Міне, яғни шарт осылай жұмыс жасайды. Әрмен қарай тағы бір, енді бұл қарапайым.
қарапайым шарт. Енді тағы бірнеше шарттарды қарастырайық. Мысалға бізде сабақтарда білеміз 5, 4, 3, 2 деген бағалар бар. 5, 4, 3. Енді осы жерде қалай әрбір бағаланудың санның сөзбен айтылатыны бар. 5 деген өте жақсы, 4 деген жақсы, 3 деген нашар, 2 деген өте нашар деген секілді. 2-ні ала тұрайық. Бізде осында 3 мән бар. Енді сәйкесінше осыған шарттарды қалай жазамыз? Тағы да если жақшаның ішінде бізге тексеру керек A, B, C, D, E. E қандай? E2. E2 бізде тең болса 5-ке, онда үтірнүкте, онда бұл не деген сөз? Өте жақсы. Жақсы. Енді осы жерден өте жақсы. Үтірнүкте. Енді кері жағдайда бағанағы мына жақта үлкен кіші деп жазған тәсіл секілді кері жағдайын жазатын болсақ, нашар деп, онда ол 3 болып кетеді. Екі ортада бізде 4 қалып тұр. Сондықтан біз қайтадан осы жақшаның ішінде если деген шартты пайдаланып қайтадан толықтырамыз. Яғни E2 тең болса 4-ке үтірнүкте, онда ол не болады бізде? Жақсы. Осы жерде енді 4-ке тең болмаса ше? 4-ке тең болмаса нашар. Міне осылай біздің шартымыздың ішіне шарт немесе бірнеше шарт деп айтсақ болады. Бірнеше шарт арқылы осылай есепті шығарсақ болады. Енді тексеріп көрейік. Міне 5 дегеніміз өте жақсы. Кейін формулаларды үлкейтеміз. Өте жақсы, жақсы және нашар. Міне осындай мәндерді алады екенбіз. Келесі біздің шартымызды операторлармен толықтыруды қарастырайық. Бізде шарт если деген шарт бар, соны қосымша логикалық и және или деген екі оператормен толықтырамыз. Қазақша айтқан кезде және немесе деген екі оператор. Ол үшін біз қазір мынадай бір сандарды енгізейін. 35, 36 және 37 деп енгізейін. Осы жерде осы сандарды өзара салыстырайық, тексерейік. Шарт қоямыз. Шарт және біздің шартымыздың ішінде бірінші қолданылатын оператор ол и деген оператор. И деген операторды қолдану үшін тағы да и үшін жақша ашамыз. Жақшаның ішіне енді формуламызды енгіземіз. Бізде бірінші ұяшық ол i2 тең болса g2-ге үтірнүкте g2 тең болса g2 тең болса k2-ге немесе өзара салыстырамыз дедік қой. Немесе i2 тең болса k2-ге. Міне осылай үш ұяшықты өзара бір-бірімен салыстырамыз да, әрмен қарай мағынасын, мәнін жазамыз. Яғни бұлар егер салыстырдық, егер i2 g2-ге тең болса, g2 k2-ге, немесе i2 мен k2 тең болса, бұнда олар қандай сандар? Олар өзара тең сандар. Өзара тең сандар деп жазамыз. Кері жағдайда тең емес. Тең емес. Міне біздің тексерісіміз осы жерден аяқталады. Тең еместі тырнақшаға аламыз. Міндетті түрде. Әрмен қарай қарап шығайық. И деген операторды қолдандық. Ол үшін жақшаны аштық та ішіне салыстырдық. Бұлай оқысандар болады, түсініктірек болады. i2 тең болса g2-ге және g2 k2-ге тең болса және i2 k2-ге тең болса, онда олар өзара тең.
кері жағдайда тең емес. Сонымен Enter'ды басамыз. Яғни бұл сандар өзара еш қайсысы тең емес. Бізде есеп дұрыс. Енді келесі операторды тексеру үшін былай жазайын. Тексеру үшін жазамыз, шартты қоямыз. Тең болады, если жақша ішінде или деген оператор. Или деген оператордың ішіне иге де ұқсайды. Осы жерде ұяшықтарды өзара салыстырамыз. i3 тең болса g3-ке, өтір нүкте, g3 тең болса k3-ке, өтір нүкте, және k3 тең болса i3-ке. Өтір нүкте, яғни осы амалдар орындалса, онда ең құрмағанда бізде өзара тең сандар бар. Өзара тең сандар бар дейді. Жауап шығып тұр. Себебі бізде міне 35 i3 пен k3 тең. Ол міне үшеуін мұнан тексереді тең болса, или мұнан тексереді, или осы үшеуінің қайсысы біреу орындалса, бізде мәні мұна біздің дұрыс жауап шығады. Ал егер орындалмайтын болса, мысалы 35-ті өзгертейік 36-ға, онда ложь деп шығып тұр автоматты түрде. Себебі біз мына жерде кері жағдайын жазбадық өзіміз тырнақшаның ішіне. Программа өзі түсініп тұр. Яғни мынау ақиқат, ложьты өзі анықтап беріп тұр. Ал біз қосымша тағы қосатын болсақ, тең емес деп жазамыз. Сол кезде бізде жауап тең емес шығады. Ал егер өзіміз 35-ке өзгертсек, онда өзара тең сандар бар. Міне осылай қосымша шарттар, бізде бүгін шарттар деген тақырып. Если шартын и және или деген операторлармен толықтыра аламыз.